қажетті болатын сөздерді үйренейік. Бірінші біз мейрамхана деген сөздің өзін үйренейік. Ол цантин, мейрамхана. Мейрамханада көптеген қызметшілер болады. Олардың бірі даяшы, немесе даяшы қыз. Фуюан. Біз мейрамханаға кірген кезде даяршылар бізден сұрауы мүмкін, сіздер қанша адамсыздар деп, орнын белгілеу үшін. Қанша адамсыздар? Жиуей. Сіздер қанша адамсыздар болса, нимін жиуей. Олар біздің қаншада екенімізді сұрап болғаннан кейін бізді жайғастырады, яғни отырыңыз. Чинзуо. Отырғаннан кейін бізде ас мәзір болады. Ас мәзірден біз тамақтың аттарымен таныс болайық. Кейбір қытайша жидан чаофан, яғни қуырылған күріш пен жұмыртқа. Ол тамақтың аты негізі. Жидан чаофан. Келесі тамақ бізде кунбао тауық еті. Бұл Қытайда көп кездесетін тамақтардың бірі. Сол үшін гонбао жидин. Тағы бір тамақтың аты мапо тофу. Бізге өзімізге таныс тағам түшпара, яғни пельмень, jiaozi. Bir kese түшпара, яғни бір кесе пельмень, иван jiaozi. Bir kese иван. Бір кесе деп негізі көбінесе сорпаларға айтылады, өйткені ол терең кесе болады. Сосын біз тамақты жеп болғаннан кейін, оның бізге бағасымен шөттен, яғни есеп шөтті жабу керек. Сол кезде майдан. Маған есеп шөтті әкеліңізші дейді. Майдан. Сосын егер сіз досыңызбен барған болсаңыз, сіз досыңызды қонақ қылып, оның орнына төлемекші болсаңыз, чинни, яғни мен сенің орныңа төлеймін, мен сені қонақ қыламын. чинни. Есеп шөтті бізге алып келіп бермеуі мүмкін, кейбір жер айтады, кассаға барып төледі. Сол кезде касса. Шоуинтай. Кассаға барып біз шөт жабамыз, шөтті төлейміз, яғни жежаң. Шөтті жабу, шөтті төлеу. Енді осы сөздерді үйрендіңіздер. Мұна қытайша тамақтардың орнына қазақша тамақтардың аттарын қойып, практика істеп, осыны үйреніп көріңіздер. 您好。您好，有位子吗？有，请进。好吧。你们几位？我只有一位。一位，那您请坐这儿。好吧，谢谢。您需要喝什么吗？先给我一壶红茶吧。好的。这是您的一壶红茶。好，谢谢。然后看一下我们的菜单，您想吃什么？这边有宫保鸡丁，好，给我一个宫保鸡丁，还有一碗牛肉饺子吧。好的，一个宫保鸡丁，还有一碗牛肉饺子。对，好。服务员买单。好，这是您的单，你看见一个宫保鸡丁，一碗牛肉饺子，一共35块钱。好吧，在这边付吗？还是在柜台付？去收银台付钱吧。